Сәлем достар, мен Хосна өнімдерінің кешкі күтімімен бөліскім келіп отыр. Менің соңғы үш айдағы ең өзіме қатты ұнаған өнімдерінің бірі деп айтсам болады. Бірінші кезекте бетті жақсылап тазалап алуымыз керекпіз, яғни осы бет жуатын көпіршікті жақсылап тұрып көпіртіп бетіңіздің айналасына, бетіңізге, жақсылап жағып, ең проблемный зоналарыңызды басып жуып аласыздар. Менің проблемаларым яғни черный точка болғандықтан мұрынның айналасын, безеулер бар жерлерді, беттерімнің айналасын, маңдайларымды жақсылап тұрып осылай езіп аламын. Ерінбеңіздер, массаж ретінде жақсы көмектеседі. Одан кейін бетімізді жуамыз. Мен сіздерге қатты ыстық емес және қатты салқын емес, комнатный температурадағы суға бетіңізді жууға кеңес беремін. Одан кейін бетімізді орамалмен сүртпейміз. Осындай арнайы салфеткалармен бетімізді құрғатып аламыз. Көрдіңіздер ме, бетім сондай таза, өзім жылтырап, әдемі болып шыға келді. Қатты ризамын. Және де қазір бетті жуып алғаннан кейінгі этап, яғни ылғалдандыру. Менде Хосна өнімдерінің ішіндегі ең ұнайтын ол тонер. Өте жақсы ылғалдандырады. Қараңыздаршы, осылай сеуіп аламыз, яғни біркелкі шашылмай қалуы мүмкін. Сол себепті қолымызбен осылай массаж ретінде бетіміздің барлық айналасына жағып шығамыз. Мен орамалда болғандықтан тек бетімнің айналасын көрсетіп жатыр. Негізі мойнымды да жақсылап ылғалдандырып күтім жасау керек. Одан кейінгі менде ақ кислота, ол безеулерге және де черный точкаларға жақсы көмектеседі. Сол себепті мендегі проблемный зона мұрынның айналасы. Және маңдайларымда менде безеулер шығады. Сол жерлерге осылай жақсылап жағып шығамын. Одан кейінгі БХ кислота, ол тоже екеуі бірге жүреді, жақсы көмектеседі. Сондықтан бетімнің ең жақын жағуға керек жерлерге осылай жақсылап жағып алып, массаж ретінде бетіміздің айналасын бәріне тигізу керекпіз. Одан кейінгі менде бұл кешкі күтім болғандықтан ночная сыворотканы жағамын. Бұл өте жақсы ылғалдандырады, бетіңізді дақтардан және де қорғайды. Одан кейін әжімдеріңізді ағартады. Таңертең тұрған кезде бетіңіз сондай біркелкі тап-таза болып бірден сезіледі. Өте жақсы сыворотка. Осылай барлық бетімнің барлық айналасына жақсылап жеткілікті көлемде жағып аламын. Маңдайыма осылай жақсылап массаж жасап жағып аласыздар. Өте жақсы көмектеседі. Жақсы тез сіңіп кетеді, өте күшті, ылғалдандырады. Маған қатты ұнайды. Осылай жағып аламыз. Айнаға қарап өзімнен тамсанып жатырмын. Наверное, бұл ең жақсы, тамаша сезім деп ойлаймын. Одан кейін барлығы жақсылап сіңгеннен кейін мен Белла Роза, бұл да тонер ылғалдандыратын, осыны жақсылап сеуіп аламын. Көрдіңіздер ме? Біркелкі шашылмай қалады десеңіздер, осылай қолыңызбен массаж жасап қалу арқылы бетіңіздің барлық айналасына асықпай суларын суда сіңдіріп қалайсыздар. Иісі сондай керемет, таза розаны сеуіп жатқандай боласың. Одан кейін барлығы сіңіп, бетіме жақсы болғаннан кейін мен антивозрастной кремді көзімнің айналасына, яғни құрғақ жерлеріме асықпай жағып аламын. Бұл кремнің бір жақсы жері текстурасы, яғни өте жеңіл, майлы емес, сіңімділігі тез, жақсы ылғалдандырады. Сол себепті өзімнің құрғақ жерлеріме жұқа етіп осылай сіңімді жағып шығамын.
Рахмет мен бірге болғандарыңызға. Бұл менің кешкі күтімім. Көріп тұрғандарыңызға бетім сондай жылтырап, өз-өзіме риза болып тұрмын. Мен болғандарыңызға рахмет.